Саламатсыздар ма балалар? Біз өткен сабақта Әубәкіровтың өрнек күйінің бірінші бөлімін өткенбіз. Енді сол күйдің екінші бөлімін жалғастырамыз. Сабағымызды бастамас бұрын мен өрнек күйінің бірінші бөлімін тиянақтап сіздерге ойнап көрсетейін. Біз осы жерге шейін өткен болатынбыз. Ал енді екінші бөлімі. 12-ші пернеге екі саусағымызбен барамыз. Екінші саусақты басамыз. Бармағымыз дәл сол екінші саусақпен қатар тұрады. Жинақталу үшін бірінші саусақты міндетті түрде 10-ші перне мен 12-ші перненің арасына қоямыз. Бұлай тұруға болмайды. Міне бұлай жинақтап қоямыз. Төмен қағыз. Екі. Бірінші саусақ орындалады. Екі. Қайтадан екінші саусақ. Екі. Жетінші пернеге барамыз. Үсті ашық, астын ғана жабамыз. Екі. Әрі қарай осы жерден 5 саусақ аламыз. Яғни 5 саусақ дегенім балалар, 9-шы пернені 5-ші саусақпен жеткізіп ұстаймыз. Сонда қолымыз осылай тізбектеліп тұрады. Екінші пернеге Қанеке балалар, осы бөлікті қайтадан қайталайықшы. 12-ші пернеде екінші саусақпен барамыз. Бірінші саусақ 10-ші перне мен 12-ші перненің арасында 11-ші пернені басамыз. Қайтадан 12. 7-ші пернеге үсті ашық. Осы жерден 9-шы пернені 5 саусақпен тізбектеп ұстаймыз. 3-ші саусақ. Қайтадан 2-ші пернеге барамыз. Енді әрі қарай баруымыз керек қой. Енді әрі қарай өткен сабақта өткен бірінші бөлімді қайтадан қайталаймыз. Міне сонда былай болады. Жетінші пернені 5 саусақпен тізбектеп қоямыз. Деп күйді аяқтаймыз. Сонда балалар, сендер не ұқтыңдар? Бізде тек ерекшелік екінші бөлімдегі бірінші қатар. Бірінші қатары міне осылай. Осы жерді біліп алсақ, әрі қарай бізде қайталау екен.
бөлімді соңына шейін қайталап ойнап шығады екенбіз. Сонда біздің өрнек күйіміз толығымен аяқталады. Кәне балалар, қайтадан басынан бастап бәріміз бірге қайталап көрейікші. Дайынбыз ба? Жарайды, кеттік ендеше. Ашық, жабық. Екінші саусақ ұстаймыз енді. Ашамыз. Енді не аламыз? 5 саусақпен 7-ші пернеге түсеміз. Енді екінші бөлімнің бірінші қатары 12-ші перне 2 рет, 11-ші перне 2 рет, 12-ші перне 2 рет, 7-ші перне 2 рет, барлығы 2 реттен. 9-ші перне 2 рет, 7-ші перне 2 рет, 9-ші перне 2 рет, 12-ші перне 2 рет. Сөйтеміз дағына, балалар, қайтадан бірінші бөлімді қайталайды екенбіз. Сонда біздің күйіміз толығымен аяқталады екен. Балалар, түсінікті ме? Міне біз толығымен Әубәкіровтың өрнек күйін аяқтадық. Үйден міндетті түрде 7 реттен қайталап жаттаймыз. Сабақ түсінікті ме балалар? Сау болыңыздар. Рахмет.